Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Астрахан нөмірі 1 орта мектебінің музыка пәнінің мұғалімі Ибрагимова Анар Маратқызы. Музыка пәнінен 5-ші сыныпта сабақ өткіземін. Сабақтың тақырыбы бір шаңырақ астында. Ал енді сабағымыздың мақсаты әнді орындау барысында музыканың көңіл күйі мен көркем бейнесін жеткізу. Екінші мақсаты музыкалық аспаптар мен дауысын қолдана отырып, қарапайым композициялар шығару және импровизация жасау. Үшінші мақсаты музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерін музыкалық аспаптарда бірлесіп орындау. Енді ары қаратай сабағымызды 3 неліктен әдісімен жалғастырамыз. Бірінші сұрақ. Неліктен сабақ бір шаңырақ астында деп аталады? Екінші сұрақ. Неліктен Қазақстан Халқы Ассамблеясы құрылды? Үшінші сұрақ. Неліктен ассамблея деп аталды? Ал енді балалар, осы сұрағымыздың жауабын қарап көру үшін келесі бейнебаянды тамашалаймыз. Жан жүрегі табысқан, құшақтары қауышқан, жат көрмейтін ешкімді, бәрі бауыры туысқан. Сіз ортаға келіңіз, ақпейілді көріңіз, ағайын біз бәріміз. Сабақтың бір шаңырақ астында деп аталу себебі Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, біздің бірлігіміз барлық қиыншылықты жеңетін жалғыз күш. Екінші, Қазақстан Халық Ассамблеясының құрылу себебі Қазақстанның көп этностық бай кеңістігінде сенім, келісім мен өзара түсіністік үлгісі орнату. Үшінші, ассамблея француз тілінде жиналыс дегенді білдіреді. Ұлт өкілдерінің басын бір жиынға қосу болып табылады. Құрметті оқушылар, енді біз әнді орындамас бұрын даусымызға кішкене жаттығу жасаламыз. Олай болатын болса, дауыс жаттығуларын жасайық. Бізде кейде аспапсыз, ешқандай сүйемелдеусіз акапелла орындайтын болса, қолдың қимылы арқылы жасауға болады. Мысалы, мына жерде до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Міне, осындай қимылдар арқылы дауыс жаттығуын жасауға болады. Ал енді оқушылар, әнді орындамас бұрын дауыс жаттығуын жасап аламыз. Бірінші музыканы тыңдаймыз, ал сіздер қайталайсыздар. Енді сіздермен бірге орындаймыз. Жақсы, тағы ағай келесі. Тамаша, енді тағы сіздер қайталайсыздар. Тыңдаймыз. Енді қайталаймыз бірге.
92 бетташыңызда шаңырақ әнін үйренеміз. Өлеңін жазған Рахметов, әнін жазған Мейірманов. Енді осы әнді үйренбес бұрын дескрипторға назар аударыңыздар. Бірінші, әннің сөзін оқып танысаңыз. Екінші, әнді әуенмен тыңдаймыз. Үшінші, әуенін есте сақтаймыз. Төртінші, караоке арқылы әнді орындаймыз. Ал енді балалар, осы шаңырақ әннің мәтінімен оқып шығайық. Оқулықтарыңызды ашыңыздар. Бірге. Мекенде мәңгі бақ басын, ұрпағын есте сақтасын. Шаңырақ биік көтеріп, құрған елім отбасын. Бабамның ақтап сенімін, көркейіп өссін көңілің, шаңырағы шалқи берсінші, мәңгілік қазақ елінің. Мейманға беріп төріңді, тыңдадың сал мен серіңді, босаған беріп болсын деп, ақ бата бізге берілді. Қайырмасы, бабамның ақтап сенімін, көркейіп өссін көңілің, шаңырағы шалқи берсінші, мәңгілік қазақ елінің. Үшінші шумағы, айбыным асқақ биік тұр, бар әлем басын иіп тұр. Бір шаңырақ астында барлық ұлтты жиып тұр. Қайырмасы, бабамның ақтап сенімін, көркейіп өссін көңілің, шаңырағы шалқи берсінші, мәңгілік қазақ елінің. Мекендеп мәңгі бақ басын, ұрпағың есте сақтасын. Шаңырақ биік көтеріп, құрған елім отбасын. Бабамның ақтап сенімін, көркейіп өссін көңілің, шаңырағы шалқи берсінші, мәңгілік қазақ елінің. Бабамның ақтап сенімін, көркейіп өссін көңілің, шаңырағы шалқи берсінші, мәңгілік қазақ елінің. Мейманға беріп төріңді, тыңдадың сал мен серіңді, босаған биік болсын деп, ақ бата бізге берілді. Бабамның ақтап сенімін, көркейіп өссін көңілің, шаңырағы шалқи берсінші, мәңгілік қазақ елінің. Балалар, енді жаңа шаңырақ әнін тыңдадық. Олай болса келесі енді караокемен бәріміз бірге орындаймыз. Мекенде мәңгі бақ басын, ұрпағың есте сақтасын. Шаңырақ биік көтеріп, құраған елім отбасын.
енді сабағымызды от шашу арқылы бағалаймыз. Келесі балалар, шаңырақ әннің қайырмасын ритмдік импровизация арқылы көрсету. Ол үшін ең бірінші дескрипторға назар аударамыз. Ұрмалы аспаптар атауын, яғни білу, танысу. Одан кейін осы аспаптардың дыбысымен танысу, ритм бойынша ойнау дейді. Енді мына жерде мен сіздерге көрсеттім, бұл асатаяқ және тұяқ. Бұлар қазақ халқының ұлттық музыкалық ұрмалы аспаптары. Енді қайырмасын бәріміз бірге орындайық. Мен сіздерге осы тұяқ аспабында көрсетем, ал оқушылар, сіздер үйде 2 ағаш қасықты алып, осы менімен бірге үйде отырып, ритмге еру арқылы орындауға болады. Орындаған импровизацияларыңызды жақсы орындадыңыздар, жарайсыздар, сіздерге рахмет. Енді келесі біз сабағымызды осы тірек шаңырағы арқылы, кері байланыс арқылы аяқтаймыз. Біздің сабағымыз аяқталуға жақындап қалды. Олай болатын болса, міне мына жерде көріп тұрсыздар, бір шаңырақтың астында, яғни үйде өздеріңіздің жақсы ізгі тілектеріңізді маған WhatsApp желісі арқылы жібересіздер. Мен сіздердің осы жақсы ізгі тілектеріңізді мына жердегі уқыттарға жеке-жеке іліп қоямын. Енді біздің сабағымыз Қазақстандағы басқа ұлт өкілдерін бір шаңырақ астында достықпен, татуластықпен бірге қауышып көру және бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүру. Балалар, енді үйге тапсырма шаңырақ әннің сөзін жаттау және музыкасымен бірге қосылып орындау. Назарларыңызға рахмет, қош, сау болыңыз.